Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай әдемі шкатулка жасап үйренетін боламыз. Сыйлыққа берсеңіз де, өзіңіз қолдансаңыз да өте әдемі көрінеді. Бұл шкатулка жасау үшін мен скульптор деген гипсті қолдандым. Және де бізге осындай шкатулкаға арналған қалыптар болады, молд деп айтады. Осындай форма қажет болады. Және де осындай кухонный весы керек. Осыған мен 260 грамм гипс және де 70 грамм су қолдандым. Суға гипсімізді аз-аздан осылай араластырып аламыз. Гипсті барлығын бірақ қоспайсыздар, аз-аздан қосып араластырып аласыздар. Сонда түйіршіктер қалып қоймайды. Одан кейін мен осындай колер қосамын. Бір-екі капля осындай колер қосып, бетін ғана өстіп араластырып аламын. Енді осы дайындап алған гипсімізді мына формаға құятын боламыз. Осылай аз-аздан құйып, мына форманың шеттерін ұрғылап шығасыздар. Астында бізде ауа қалып кетпеу керек, сол үшін осылай ұрғылайсыздар шетінен. Осындай таяқшамен де осылай айналдырып шықсаңыздар болады. Міне үстінен қалған гипсті құямыз. Енді мына крышкасына да гипсті құятын боламыз. Бұған да аз-аздан осылай құйып шығамыз. Міне крышкасына да құйып шықтық. Енді шеттерін осылай ауа қалып кетпес үшін ұрғылайтын боламыз. Енді осы күйінде 1 сағатқа қалдырып қоятын боламыз. 1 сағат өткеннен кейін формадан ақырындап шығаратын боламыз. Міне біздің гипс қатты, енді формасынан шығарамыз.
асықпай осылай аккуратно гипстан форманы аласыздар. Міне біздің шкатулкамыз дайын болды. Міне өте әдемі шықты. Зубчиктары өте әдемі шықты. Ешқандай ауа қалып кеткен жоқ. Енді бізге крышкасын формадан шығаруымыз қажет. Крышкасын шығару кішкене қиындау болады. Міне дәл видеодағыдай формадан шығаратын боласыздар. Мына ұстайтын жерін шығару бізге кішкене қиындық тудыратын болады. Егер дұрыс шығармасаңыздар, мына ұстайтын жері сынып қалуы мүмкін. Сол үшін барынша аккуратно шығаруға тырысыңыздар. Дәл осы видеодағыдай бір саусақпен басып тұрып формадан шығаратын боламыз. Міне біздің крышкамыз осылай шықты. Өте әдемі шыққан секілді. Енді бұны 2-3 күн кептіруіміз қажет. Міне біздің шкатулкамыз дайын болды. Бұл бізде кепкен түрі, сыртын лактап осындай жылтыр сеуіп қойдым. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.